Баршаңызға сәлем. Менің есімім Әсел Алдиярқызы, дәрігер-терапевт. Алдағы уақытта маңызды ақпараттармен бөлісемін. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Бала температурасын дәрсіз қалай түсіреміз? Жалпы температура бұл балаларда да, ересек адамдарда да кез келген инфекцияға иммундық жүйенің жауап беру болып табылады. Жалпы кез келген аурудан кейін температураның көтерілуі ол дұрыс. Яғни организм, иммундық жүйе сол инфекциямен күресіп жатыр деген сөз. Жалпы бала инфекция жұқтырып алғаннан кейін организмде 3 күн бойы температураның жоғарылауы ол қалыпты жағдай. Яғни балаңыздың қай уақыттан бастап температурасының жоғарылағанын байқаңыз. Мысалы, бүгін күндіз температурасы жоғарылап бастаса, ертеңгі түске дейін, яғни ертеңгі күндізге дейін 1 тәулік болады. Осындай 3 тәулік температураның жоғарылауы ол қалыпты. Егер осы 3 тәуліктен температурасы асып жоғарылап жататын болса, 3 күннен асып кететін болса температурасының жоғарылауы, онда міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Бірінші тәулікте температура 1-ден 39 градусқа дейін және одан да асуы мүмкін. Жиі су берудің арқасында екінші тәулікте температура жаймендеп 38 градусқа түсе бастайды. Ал үшінші тәулікте 37 градусқа жаймендеп түседі. Осылайша иммундық жүйе өзі инфекциямен күресіп шығады. Сол себептен де қызуы 37-9 градусқа дейін балаға әртүрлі дәрілер беріп, температурасын басудың қажеті жоқ. Балаларға көп мөлшерде сұйықтық ішкізу керек. Себебі су организмдегі қанның бойында жүрген инфекцияларды организмнен зәр арқылы шығаруға көмектеседі. Соның әсерінен қанда инфекция азайып, температура өздігінен түседі. Сол үшін жиі су ішкізу керек. Егер де баланың температурасы 38-5 градустан түспей, 39 градусқа дейін жоғарылап кетсе, баланың киімдерін шешіп, ал нәрестелердің подгузнигін шешіп, тек қана қолы мен аяқ бастарына носки немесе шұлық кигізіп қою керек. Себебі аяқ қолдары мұздаса, балада температураның жоғарылауынан судырып беру мүмкін. Үнемі аяғы мен қолдарын ысқылап, жылытып отыру қажет. Сосын баланың денесін бір ыдысқа жылы, ыстық емес, жылылау су құйып, жеңіл орамалмен бала денесін сүртіп шығу керек. Әсіресе маңдай, қолтық астының шап айналасын жиі сүрту маңызды болып табылады. Және бір ескерту, 38-3 болған жағдайда температурасы міндетті түрде дәрімен түсіру қажет. Бала температурасы бар кезде бала терілесін деп, оны қымтай беруге болмайды. Ол керісінше одан сайын температураның жоғарылауына алып келеді. Баршаңызға соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Тағы да пайдалы ақпараттар көп болсын десеңіздер, каналымның дамуына атсалысып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.